Ассаламуалейкум, құрметті курсанттар. Бүгінгі сабағымыз ИП немесе ТО, яғни жеке кәсіпкер, болмаса жауапкершілік шектеулі серіктестік. Осын қайсысымен жұмыс жасаған жақсы тендерде. Яғни сіздер тендермен айналсам деп өздеріңіз жаңағыдай шешім қабылдаған екен, сіздерге ИП ашу керек, болмаса ТО ашу керек. Болды, осы екеуінің біреуімен ашып, сіз тіркелесіз, содан кейін барып тендермен айналыса аласыз. Енді екеуінің айырмашылығы қандай, қайсысымен жұмыс жасаған жақсы тендерде? Мәселен, егер ИП ашсаңыз, сіз тендерге қатысуға болады онымен. Сіз жеке кәсіпкерсіз кәдімгі ИП ашуға болады. Бірақ ИП деген ол кәдімгі индивидуальный предприниматель деген сөз ғой, жеке кәсіпкер. Ол адамның, оның бейіні болмайды, оның иіні болады. Адамның өзінің иіні ол жерде жаңағыдай жүреді, жаңағыдай. Бірақ тендерге ол ИП болмай-ақ қойған жақсы. ТО болған жақсы. Не үшін? Өйткені сіз мысалы үшін машина айдайтын болсаңыз, машинаға камераға түсіп қалсаңыз, штраф болады. Штраф болған кезде сіздің ИП-іңізде, ол сіздің де штрафыңыз, ИП-іңіздің де штрафы болады. Штрафы барлар тендерге қатысамайды. Мысалы үшін открытие конкурсқа қатысуға болмайды оған. Сол штрафты төлемейінше сіз открытие конкурсқа заявка жібере алмайсыз. Одан кейін бізде болған кейбір кісілер 18 жыл ИП-сы бар, жұмыс істеп жатыр, 18 жылдан бері. Бірақ жаңағыдай, енді ол ТО ашайын десе, ана ИП-ның историясы бар да, үлкен опыт работы бар. Енді сонымен 100 миллиондық тендерге қатысайын дедік, біз сөйтіп қатысайын кезде, жаңағыдай 2 күн, 3 күн уақыт қалған кезде қарасақ, жаңағыдай 4000 теңге машинаның штрафы қалып кетті. Налогының жаңағыдай машинаның. Оны төлеп жаңағыдай, ол жаңағыдай түсіп, ақша түсіп, жаңағыдай қарыз емес деген налоговыйдан жаңағы не шығам дегенше, жаңағыдай 100 миллион теңгелік тендердің уақыты бітіп қалды. Сонымен жібере алмадық. Сіздерде де осындай ситуация болуы мүмкін. Сол үшін рекомендуем, сіздерге кеңес береміз, одан да ТО ашқан жақсы. ТОны ашқан екен, оны қалай жаңағыдай жабамыз деген сұрақтар да болады. Сіз ТОны ашатын кезде ТОны жабам деп ашпаңыз. Сіз ары қарай жұмыс жасаймын, бизнеспен айналсам, тендермен тоқтамай айналсам деп ашыңыз. Сол кезде сіз жақсы жұмыс жасайсыз. ТОның историясы бар. ТОның қандай плюсы бар? ТОның плюсы ол жаңағыдай қарыздарыңыз, сіздің жеке қарыздарыңыз ТОға әсер етпейді. Яғни ТОның өзінің жеке қарыздары, налог, арест, жаңағыдай штрафтары, ол сізге әсер етпейді. Мысалы үшін сіз ИП болып жүріп, сізге штраф салса бір мекеме, сіз шетелге шығамайсыз. Өйткені сізді ИП жаңағыдай жұмыс жасап жатқанда сізге штрафыңыз бар, соны төлеуіңіз керек. Ал ТОда ондай емес. Сіздің ТОңызда пәленбай штраф бар, бірақ сіз жаңағыдай неге кете бересіз, шетелге ұшып кете бересіз. Өйткені ол ТОның өзінің жеке бір несі, жеке қарызы. Ол ТО деген кәдімгі бір жаратылысты, адам сияқты бір жаратылысы. Оның өзінің юридический адресі бар. Сіздің пропискаңыз болса, оның юридический адресі бар өзінің. Сіздің иініңіз болса, оның бейіні бар, өзінің номері бар онында. Оның учредительдері бар, жаңағы құрылтайшылары бар оның. Сол үшін ол ТО кішіне дұрыстау болады. Ол ТО мен ИП-ның налогтары бірдей, налог жағына келетін болса, ол упрощенный қылып ашасыз, ашқан кезде 3% кәдімгі ИП сияқты налог төлеп жүре бересіз. 6 айда бір рет отчетін тапсырасыз. Сол үшін сіздерге кеңесім ол ТО ашқан жақсы. ТОны қалай ашу керек, қай жерден ашу керек, өзіміз аша аламыз ба, аша алмаймыз ба, оны біз келесі сабақтарда сіздерге толығымен айтып береміз. Сол үшін біздің келесі сабақтарымыз көріңіздер. Келесі сабақта кездескенше.